Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін үйдегі бар заттармен жасалатын осындай кешкі дәмді ас жасайтын боламын. Видеоны қарап, менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен тауықтың етін маринаттау үшін бізге тауықтың еті қажет болады. Бөліп алғаннан кейін оған тұз, тауықтың приправасын, соевый соус қосамыз. 2 тіше сарымсақты езіп қосатын боламыз. Одан кейін майонез, кетчуп және де 20 грамм сұйық май қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, жарты сағатқа біздің көкөністерімізді дайындап алғанша қойып қоятын боламыз. Одан кейін көкөністерімізді дайындаймыз. Бізге картошка, сәбіз, пияз, тәтті болгар бұрыш қажет болады. Барлығын осылай бөліп дайындап аламыз. Менің арнамда бұдан да басқа ыстық тағамдар, торттар, салаттар бар. Кіріп көріңіздер. Менің арнама тіркелмесеңіздер, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өзіңіздің пікіріңізді жазып кетіңіз. Және де қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Келесі видео шыққан кезде сіздерге бірінші болып көрініп тұру үшін. Әрбір басқан лайктарыңыз, комментарийларыңыз менің арнамның дамуына үлкен үлесін тигізеді. Осылай барлығын ірілетіп, турап дайындап аламыз. Барлық заттар тізімін описание бөліміне жазып қоямын. Сол жерден көріңіздер. Болгар бұрышымызды да осындай ірі қылып турап шығамыз. Барлық туралған көкөністерімізді бір табаға саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрышымызды саламыз. Сұйық май құямыз, 20 граммдай куркума саламыз. Барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін пешіміздің табасына салып орналастыратын боламыз. Видео ұнаса, подписаться батырмасын басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыз міндетті түрде. Осылай табамызға салбағынан кейін маринатталған тауық етінде салатын боламыз. Жарты сағатта маринаты жақсы сіңген. Осылай көкөністеріміздің үстіне салатын боламыз. Араластырмай, осылай бетінде тұрады. Кейін фольгамызбен жауып қоямыз бетін. Пешімізге 1 сағат қойып аламыз. Барлық жағын жауып, 200 градуста 1 сағатқа қоямыз. Осылай толық фольгамен орап болғаннан кейін 1 сағатқа қойып аламыз. 1 сағат өткеннен кейін фольгамызды алып тастаймыз да, тағы да беті қызарғанша жарты сағатқа қойып аламыз. Жарты сағаттан кейін біздің тамағымыз дайын болды. Осылай қызарып, беті әдемі болып піседі. Су шығып, өзінің сөлінде жұмсақ болып піседі. Жанына гарнирге күріш қайнатып, жүгермен араластырып қойдым. Өте дәмді, тойымды кешкі ас болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.